Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі әдебиетті оқу сабағының тақырыбы ғұлама ғалым. Оқу мақсаты ғұлама ғалымның өмір жолымен танысасыңдар, мәтіннің тақырыбын анықтап, негізгі ойды табасыңдар. Енді оқушылар, өткен сабағымызда өнердің қандай түрлері бар, соған кластер құрастырған болатсыздар үйге тапсырма. Енді соны тексерейік. Өнердің түрі көп екен: музыка, сөз өнері, бейнелеу өнері, би, театр. Барлығын да осылай орындады деп ойлаймын. Енді білгір, дана, білімді, оқымысты адамды бір сөзбен қандай адам дейміз? Білгір, дана, білімді, оқымысты бір сөзбен ғұлама ғалым дейміз. Енді мына видеоны жақсылап тыңдайық. Неге барлығы Әл-Фарабиді әлемнің екінші ұстазы деп атайды? Әл-Фараби бала кезінен өте зерек, білімге құмар болған. Сол құштарлығының арқасында ол 12-16 жас шамасында саяхатқа шығады. Сол замандағы әлемнің мәдени орталықтары Хорасанда, Маскіде, Алеппода, Мысырда болып, ғылым мен өнердің, мәдениеттің ордасы әйгілі Бағдат шаһарына келіп жетеді. Бұл қалада Әл-Фарабиді ерекше қуантқаны оның әлемге әйгілі кітапханасы еді. Алғашқы кезде Әл-Фараби өзін ақын, әнші, күйші ретінде жақсы танытады. Сол кездің әйгілі ғалымдармен тарихи деректер бойынша ол 70-ге жуық тіл білген. Есейе келе Әл-Фараби ежелгі грек ғалымдарының күрделі ғылыми зерттеулерін зерделей бастайды. Міне, осы кезде ол әлемнің бірінші ұстазы атанған Аристотель, Платон сынды ежелгі ойшылдардың шығармаларымен танысады. Орта ғасырларда Еуропа елдерінде үлкен рухани дағдарыс басталды. Ғылымның дамуы тоқтап, мәдениет құлдырап жатты. Осындай қиын кезеңде халық ежелгі ғұламалардың, соның ішінде Аристотельдің еңбектеріне қайта оралуды жөн көрді. Бірақ ол уақытта Аристотельдің кейбір құнды ойлары бұрмаланып, оны түсіну қиынға соғады. Осы тұста Әл-Фараби Аристотельдің метафизика, категория, бірінші және екінші аналитика сияқты күрделі еңбектерін оқып қана қоймай, жаңсақ ойлардан тазартып, түсініктетіп аударады. Содан бастап, халық Әл-Фарабидің еңбектеріне жүгіне бастайды. Көптеген ғалымдар шығыс мәдениетін, оның тарихы мен дәстүрін Әл-Фараби шығармалар арқылы жақын таниды. Сол замандағы ғалымдардың пікірінше, оның еңбектері Еуропадағы қайта өрлеу дәуіріне, яғни Ренессансқа бастау болды. Осылайша дара тұлғамыз батыс пен шығысты байланыстырған алып көпірге айналды. Сондай-ақ Әл-Фарабиді дүниеге танытқан тағы бір еңбегі «Музыканың үлкен кітабы» атты туындысы. Ғұлама бұл кітабында математикалық тәсілдерді пайдаланып, музыкалық дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп, нота түсінігін алғаш дүниеге келген. Музыка теориясын ғана жазып қоймай, аспаптарды қолдан жасап, сол аспаптарда өзі шебер ойнай білген. Әл-Фараби зерттеген негізгі аспаптар сыбызғы, чанг, рубаб, қобыз, тамбур, канун, нагора, дойра және басқалар. Ғалымдардың шығуы, кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындары, музыканың үлкен кітабы, ақылдың философиялық зерттеулер жазған. Ғылыми деректерге сүйенсек, Әл-Фараби өзінің 80 жылдық ғұмырында тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларында 150-ге жуық трактаттар жазып қалдырған. Әл-Фараби Аристотельден кейін әлемдік ғылымға екінші өмір сыйлаған үшін шығыс философтары оны екінші ұстаз деп атады. Жақсы оқушылар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Енді оқушылар, біздер Әбу-Насыр Әл-Фараби жайлы алдыңғы өткен шығармаларын оқыған болатынбыз. Есімізге түсіріп көрейік. Күй құдіреті деген мәтінде біз Әбу-Насыр Әл-Фараби жайлы таныспыз. Ол жерде біз Әбу-Насыр Әл-Фарабидің күйші екенін білдік. Енді қазір мына мәтінді жақсылап түсініп оқиық аңызды. Содан кейін Әбу-Насыр Әл-Фарабидің тағы да кім болғанын, қандай адам болғанын жақыннан біле түсетін боласыздар. Сағыныш сазы. Шам шаһарында тұрғанда Әбу-Насыр Әл-Фараби
бір жағынан патшаның бау-бақшасын күтіп баптаса, екіншіден қолы бос кезінде өлең жазумен шұғылданыпты. Бақшадағы қауыр жанында кілемше үстінде құс жастыққа шынтақтаған ол ой үстінде тұрады. Мәуе ағаштарының бұтағына қонған бұлбұл құстар сайрап тұрады. Ол омырауына түскен салалы сақалын сипап отырып, өлең шумақтарын қағаз бетіне түсіріпті. Кеткенім жоқ елім сенен, атақ, бақыт, тақ іздеп. Шықтым жұртым, шалғай жаққа ғылым атты шам іздеп. Ақтадым мен ақ сүтіңді келгенінше шамамның, ассамдағы 80 жастан сәбиіңмін, балаңмын. Жүзім сынық, көңілсіз күйге түстім мен бүгін. Саған деген серпе алмаймын ынтызарлық түндігін. Айналайын атам қыпшақ, туған жерім сағындым. Өз атыңа, үрметіңе, қайдан жүрсем табындым. Енді оқушылар, оқулығымыздағы сөздікке қарайық. Бұл жерде шаһар деген, қала деген мағынаны білдіреді. Ынтызарлық, сағыныш, құштарлық, үрмет, атақ, таң, құрмет. Шайыр, суырып салма, ақын. Осыны дәптерлеріңе әдемілетіп, көшіріп жазып алыңдар. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Аңызда не туралы айтылған? Кім туралы айтылған? Әбу-Насыр әл-Фараби жайлы айтылған. Әл-Фараби қандай іспен шұғылданыпты? Біздер бұрын күй құдіреті тақырыбынан оның күйші екенін білсек, енді бұл мәтіннен біз Әбу-Насыр әл-Фарабидің өлең жазған, яғни ақын болғанымен таныстық, ақын екен. Енді өлең жолдарында ол нені бейнелеп отыр? Бұл өлең жолдарынан біздер ғалымның еліне деген, туған еліне деген сағынышын түсіндік. Енді оқушылар жаңа видеоны тыңдап отырып, Әбу-Насыр әл-Фарабидің біздер көптеген саланы зерттегенін, оның ғалым, ойшыл, ақын болғанын білдік. Енді осыны топтарға бөліп, Әбу-Насыр әл-Фараби кім екенін жазайық.